таңертең тұрған кезде менің бір жақ аяқ қолым жасамай қалды. Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің қозғайтын тақырыбымыз инсульт болғалы отыр. Себебі бұл ауру жылдан жылға артып келеді. Және де бұл тақырыпқа келген кезде адамдар көп жағдайда қиналып жатады. Сол үшін де сіздердің барынша қойған сұрақтарыңызға жауап алу мақсатында бүгін біз қонаққа Батыс Қазақстан облысы Марат Оспанов атындағы медицина университетінің оқытушысы, неврология кафедрасының доценті, медицина ғылымдарының кандидаты, врач-невролог Манапова Ақжүніс Иманқұлованы қонаққа шақырып отырмыз. Қош келдіңіз. Бүгін сізді көріп отқанымызға өте қуаныштымыз. Енді барынша бір өзіңізді таныстырып өтсеңіз, қандай енді біз білеміз, сіздің осы уақытқа дейін 21 жылдық опытыңыз бар, осы ғылым саласында, медицина саласында. Жалпы қайда оқыдыңыз, қандай білімдер алдыңыз? Жақсы, рахмет, шақырғандарыңызға өте қуаныштымын. Енді қозғап отырған тақырыбыңыз шын мәнінде өте актуальды тақырып, себебі халықтың арасында инсульт қарапайым кәдімгі жоғары қан қысымы сияқты диагнозбен тепе-тең келіп қалды. Себебі қазіргі кезде егер басымнан мен инсульт өткіздім деген сөзді еститін болсақ, ол жағдайда таңғалыс болмайды. Себебі соншалықты көп адамның көп мөлшерде халықтың, яғни инсультті басынан өткізген санның көпшілігі соншалық, ол біздің етіміздің бұл жағдайға үйреніп, қалыпты жағдайға біртіндеп көшіп бара жатқан белгісі. Сондықтан инсульт бұл бір адамда бірнеше рет болмайды. Инсультті бір адамның өзі басынан бірнеше рет кешіруі мүмкін. Дегенмен де ол міндетті түрде барлық инсульт өлім жағдайымен, яғни летальды жағдаймен аяқталмайды. Осы бір себептен де болар инсульттің осылайша адам үшін, жалпы өзіміз үшін онша қорқынышты жағдайға айналмай отырғандығы. Енді өзімді таныстыра кететін болсам, мен жалпы осы Ақтөбе медицина университетін бітірдім. Еңбек жолымды осы Ақтөбеде бастадым. Жалпы медицина саласында қазір жүргеніме 24 жыл, негізгі еңбек жолым осы кафедрадан басталды. Бұнда студенттерге білім берумен қатар мен ғылыми жолды да таңдадым қатар, сондықтан ғылым медицинасының, медицина ғылымының кандидатымын. Дегенмен де неврология саласы мені өте қатты қызықтырады, себебі қазіргі таңда мидың ашылмаған тылсым құпия қызметтері өте көп. Себебі мидың қазіргі таңда мысалы префронтальды қараның өзі тек қана біз мысалы 100% оның қабілетін алатын болсақ, қазіргі күнде оның тек қана 10-15% ғана қолданамыз дейді. Егер сонда осы префронтальды қараның миымыздың маңдай бөлімінің алдыңғы, яғни қыртысының қызметін 100%-ке қолданған кезде сіз өзіңіз ойлай беріңіз, оған біздің фантазиямызда, ұшқыр ойымызда жетпейді. Дегенмен де жалпы бізді адамзатты жарату барысында біздің миымызда өз-өзімізді сақтауға арналған компенсаторлық механизм бар, туа біткен. Біз сол қазіргі таңда осы компенсаторлық механизмді қоса алмаймыз, пайдалана алмаймыз, және ол компенсаторлық механизмдер қандай, оны білмейміз. Сондықтан біз тек қана үйренген медицинаға ғана жүгінеміз, ал медицинадағы бізде күтіп тұрған тек қана бір-ақ жол бар, бұл медикаментозды ем. Сондықтан медикаментозды ем бұл жерде, егер бұл адамда созылмалы ауру деңгейінде болса, онда бір ғана таблетка, бір ғана дәрі, бір система бұл жерде сізді ол аурудан құтқара алмайды. Сондықтан егер біз жас кезімізден осы организмнің компенсаторлық өзін-өзін қорғау, сақтау, емдеу қызметтерін біліп, соны дер кезінде қолдана білсек, мүмкін бізде болашақта аурулардың саны азаяр еді, сәйкесінше медицинадағы симптоматикалық ем жойылатын шығар деген оймен осындай неврология мені қатты қызықтырғандықтан, сондықтан қазіргі таңда осы неврология саласында дәрігер болып қызмет атқарамын. Рахмет жауабыңызға. Дәрігердің айтып отқанына қарайтын болсақ, жалпы халық арасында бірден ауыра қалса, дәрілік препараттарға жүгінетіндігін айтып отыр. Енді шыны керек, халық енді бірінші профилактиканы жасағаннан гөрі дәрімен емделгенді көбірек қолдайтын бізге айдық. Дәрігерге тіпті қаралмай өздері аптекадан ала салады. Жалпы көптеген проблемалар жетеді бізде. Енді біздің бүгінгі маңызды алға тартып отырған тақырыбымыз бұл инсульт болғандықтан, бірі білсе, бірі білмес. Жалпы инсульт дегеніміз не? Және оның қандай түрлері бар? Біріншіден бұл инсульт дегеніміз не?
Инсульт дегеніміз бұл жедел мидағы қан айналысымының бұзылысымен көрінетін неврологиялық симптомдардың жиынтығы болып саналады. Яғни бұл инсульт өте жедел дамиды. Неврологиялық симптомдар, егер біз атап өтетін болса, қандай симптомдар болуы мүмкін? Бас ауыру болуы мүмкін, бас айналуы мүмкін, дененің бір жақ бөлігінде қимылдың болмауы, жансыздануы, қол аяқтың ұюы, сөйлеудің жаңағы бұзылысы дейміз, жұтынудың бұзылысы, міне осындай сияқты симптомдар арқылы, бірақ бұл симптомдар өте жедел, бірнеше минут, бірнеше сағаттың ішінде дамып үлгереді. Яғни қарапайым сөзбен айтқан кезде инсульт апталап, айлап, жылдап келмейді. Егер инсульт дамитын болса, ол бірнеше минут пен сағаттың ішінде дамиды. Сондықтан егер адам осындай мен айтылған жоғарыда айтылған белгілерді өзінен бір апта бойы мені мазалап жүр, бір ай болды, немесе осындай симптомдар жарты жыл болсын десе, бұл инсульттің белгісі емес. Бұл көп жағдайда мидың созылмалы ишемиясы деген бар, сол жағдайдың белгілері. Ал егер инсульт болса, жедел дамиды. Көбінесе пациенттер былай айтады, кешкілік тым жақсы жүріп едім, аяқ қолым бәрі жұмыс жасапты, таңертең тұрған кезде менің бір жақ аяқ қолым жасамай қалды дейді. Яғни таңертең тұрғанда деген сөз кенеттен аяқ астынан пайда болды. Міне осындай симптомдарға жедел пайда болған, өте қысқа уақыт ішінде пайда болған симптомдарды егер өз бойыңыздан байқайтын болсаңыз, онда инсульт деп күмәндануға болады. Сондықтан инсульт дегеніміз бұл мидағы тамырлардың қуысында қандай да бір патологиялық процестердің болып жатқандығының белгісі. Хорошо. Енді бұл жерде жүйелейтін болсақ, бұл бірнеше секундтар, сағаттар, жылдан пайда болады, иә? Түсінікті деп ойлаймын сіздерге. Себебі шынымен де біреулер болады, енді аяғы үйіп қалды деп жатады, иә? Оның барлығын біз шатастырмауымыз керек. Егер сізде осындай бір аралықта бір қарапайым бірнеше сағаттың арасында болатын болса ғана бұл инсульт. Сондықтан да бір еске салатын дүние деп ойлаймын. Енді жалпы бұның себептері қайда? Себептер неден шығады? Біз енді білеміз, әрбір аурудың бір өзінің шығу тарихы болады, иә? Шығу этиологиясы дейміз медицина тілінде. Қайдан пайда болады? Жалпы енді неврологиялық аурулар деп алған кезде бұл аурулар бас миының қызметіне, шеткі перифериялық жүйке жүйесі дейміз, оған жұлын мен шеткі нервтер жатады, иә? Міне осылардың патологиясын айтамыз, нерв жүйесінің патологиясы деген кезде. Жалпы ол инсультті алмайы, қандай да басқа нерв жүйесінің нейродегенеративті аурулары дейміз, иә? Осындай өте күрделі түрде дамитын, соңы инвалидтікке алып келетін осындай күрделі ауруларды, патологияны алып қарастырғанда, қай-қайсысы да ең бірінші орында себептен себепсіз бірінші болып дамымайды. Жалпы жүйке жүйесінің, нерв жүйесінің ауруларының бәрі екінші орында тұрады. Яғни оған бір себеп болады, қандай да бір аурудың фонында, сол аурудың асқынуы ретінде көбінесе белгі беретін осы неврологиялық патология. Себебі адамзатты жаратқан кезде де мидың қорғаныш қабілетін ең соңғы шетке, яғни этапқа, кезеңге қалдырған. Себебі бізде бас миының өзі бүкіл мүшелерді басқарып отырады дейміз. Және мидың өлуі де ең соңында жүреді, жалпы биологиялық өлімде де. Сондықтан бұл жерде ми өзінің қорғаныш компенсаторлық механизмі ретінде бірден басқа мүшелерге байланыссыз, басқа себептерге байланыссыз жеке дара өздігінен дамымайды. Сондықтан неврологиялық патологияларды екінші орында дамитын патология деп айтамыз. Ал инсультке келетін болсақ, бұл да екінші орында. Инсульт даму үшін оған бір фон болу керек, немесе белгілі бір себептер болу керек. Көбінесе инсульттың бұл жерде түріне байланысты. Яғни инсультті біз екі түрге бөлеміз: ишемиялық инсульт немесе геморрагиялық инсульт. Ишемиялық инсульт дегеніміз мидың тамырларының ішінде қандай да бір кедергі бар да, нәтижесінде қалыпты жағдайда ағып жүріп тұрған қан жүрмей қалады. Яғни ол қанның бұзылысына әкелген себеп тамырдың қуысындағы белгілі бір нәрсе. Енді біз медицинада көбінесе бұны атеросклероздық бляшка, эмболдар, тромбтар деп айтамыз, иә? Яғни қан келмей қалса, оны біз ишемиялық инсульт дейміз. Ал енді керісінше, мидағы тамырлардың қабырғасында қандай да бір патологиялық процестер, ол мүмкін васкулиттер болуы мүмкін. Ол пайда болған тамырлардың өзінің бір ерекшелігіне, оны медицинада артериовенозды мальформациялар деп айтамыз, иә? Солай туылады адамның өзі. Міне осындай жағдайларда
жаңағы қысымды көтере алмай тамырлардың қабырғасының тұтастығы бұзылады. Сол кезде тамыр жарылады. Ал тамыр жарылса, енді ішіндегі қуысында қан сыртқа шығады ғой. Сол кезде миға қан құйылады деп айтамыз. Осыны біздер геморрагиялық инсульт дейміз. Енді жалпы жағдайда осы екеуінің себептері екі түрлі болып табылады, бірақ осы екеуіне де ортақ болып табылатын себептер бар, және ол себептер біздің халықтың арасында өте жиі кездеседі. Яғни екінің бірінде біз аузынан естиміз: учетта қандай аурумен тұрасың? Мен жоғары қан қысымы, давлениемен тұрамын. Учетта қандай аурумен тұрасың? Мен қант диабетімен тұрамын. Учетта қандай аурумен тұрасың? Мен тамырларымның бәрі бітелген, маймен бітелген деп айтады дәрігерлер деген сияқты сөздерді біз жиі естиміз. Былай қарағанда бұл жағдайлар пациентте кеше бүгін пайда болған жоқ. Яғни бұл жағдаймен, яғни учетта осы аурумен тұрғаныңызға неше жыл болды деп сұрасақ, 5 жыл болды, 10 жыл болды, 20 жыл болды деп айтамыз. Бұл жағдайдың бәрін біз хроническое состояние, созылмалы ауру деп санаймыз. Мен сондықтан да осы созылмалы аурудың енді бір бітетін шегі болады, жететін шегі болады. Біздің қазір организмнің резервтік мүмкіншілігі, жаңа компенсаторлық мүмкіншілігі безразмерный емес, сандықтың ішіндегі де бітеледі, бізде. Сондықтан да организмнің компенсаторлық қызметі біткен кезде организм не істерін білмейді, бізге қаншама рет сигнал берді, біз оны естіген жоқпыз, біз ешқандай жаңа өміріміздің салтын дұрыстауға көңіл аударған жоқпыз, тырысқан жоқпыз. Организмнің өзін-өзі қорғау, өзін-өзін сақтау процесі аяқталған кезде міне осылайша осы аурудың асқынуы ретінде инсульт дамиды. Сондықтан пациент егерде ұзақ уақыт бойы қан қысымымен, жоғары қан қысымымен ауыратын болса, ұзақ уақыт бойы қан диабетімен ауыратын болса, және ұзақ уақыт бойы тамырлардың қуысында атеросклероздық процесте жүретін болса, ол адамда біз енді айтпаймыз неше жылдан кейін, қанша уақытта, бірақ осы ауруды бетімен жіберген уақытта соңғы қайғылы жағдай инсультпен аяқталады. Ендеше өздеріңіз байқап отырғандай, халықтың арасында жиі таралған аурулар деп ойлаймын. Бұл артериалды қан қысымы көп жағдайда пациенттер дәрілерді уақытылы қолданбай жатады. Осының барлығы бір белгілі бір дәрежеде инсульт сияқты ауыр ауруға әкеліп соқтырып отыр екен. Енді жалпы біз қазір инсульт десе бір жасы 50-ден асқан, 60-тан асқан пациенттер еститін едік, ал қазіргі таңда жастарда да кездесіп жатыр. Бұл сонда жас таңдайтын ауру ма? Бұл негізінде осыдан енді 15-20, даже 30 жылдың көлемінде бұл жасқа байланысты, егде жаста дамиды деп айтуға болатын еді. Қазіргі таңда ауруларда өзінің клиникалық даму, жаңағы патогенезм өзгертіп келе жатыр. Оның барлығы біздің өмір сүру салтымыздың өзгерісіне байланысты. Сондықтан қазір ауру жасталғымайды деп айтамыз. Қазір 20-дан асқан, 25 және 30-ға жетпеген жас адамның өзінде біз жоғары қан қысымын байқап жатамыз. Сондықтан бірінші орында сұрақты бірінші былай анықтауымыз керек. Егер инсульт, жаңағы жоғары қан қысымы, мультифокальды атеросклероз, тамырлардың бітелуі, немесе қант диабеті ауруларының нәтижесінде солардың асқынуы ретінде дамитын ауру болса, онда неліктен жас адамдарда жоғары қан қысымы бар? Неге олар жастайынан және кішкентай балалардың өзінде қант диабеті шығып жатыр, және де кішкентай балаларда ожирение бар, семіздік, артық салмақ, оларда тамырлардың болашақта жаңағы атеросклероздық бәлішкемен бітелуіне ешқандай да гарантия бере алмаймыз. Не сондықтан да жастарда осы жағдай неге ерте дамып жатыр деген кезде бұның барлығы бірақ қана нәрсеге келіп тіреледі, ол біздің өмір сүру салтымыздың отырықшы дейміз, яғни сидячий образ жизни дейміз. Біз таңертеңнен кешке дейін ешқандай қимыл қозғалыссыз телефонға байланып қалдық, дене қимылы жоқ, және бізде екінші бір себеп дұрыс тамақтану деген жоқ. Себебі қазір бізде фастфуд, жаңағы жеңіл простой углеводтар дейді ғой, тәтті құрамында, энергияны тез беретін, шекері көп, міне осындай тамақтарды, газированный сусындар дейміз. Яғни белок, май, көмірсу, соның ішінде қажетті витаминдер мен минералдардың балансын дұрыс сақтамай тамақтанған кезде міне осындай жаңа метаболизмнің алмасының бұзылысы, бұлардың барлығы семіздікке алып келеді. Тамырлар бітеледі ожирениеден, атеросклерозбен, және тамырларда өзгеріс пайда болғаннан кейін қан қысымы жоғарылайды. Сонда біз қарап жатамыз да, қан қысымының негізгі жоғарылау себебі не патология жүректе отыр, не бүйректе отыр деп іздейміз. Бірақ пациентті қарап жаңағы тексеруден өткізген кезде жүрек сапсау, бүйрек сапсау. Сол кезде бізде сұрақ болады, неге бұл адамда жаңағы жоғары қан қысымы? Және осы қазіргі таңда ең көп аурудың басты себептерінің бірі бұл бізде күнделікті кездесетін стресс.
яғни пациент емес енді жалпы тұрғын сізде бізде күнделікті каждый шаг дейді аяғымыздың каждый аттаған сайын стресске түсіп жатамыз мысалы осы жаққа жеткеннің өзінде де біздің басымыздан қаншама стресс өтті, бірақ сол стресс өткеннен кейін ол стрессті біз ары қарай созылмалы күйге жіберіп алмауымыз керек та. Сондықтан стресспен қалай күресу керек деген сұраққа мысалы сіз өзіңіз іштей ойланып өтсеңіз, егер мен қазір мысалы стрессте отырсам, мен сонымен қалай күресуім керек, мен оны созылмалы түрде, яғни сол стресспен айлап, жылдап, яғни бірнеше айға созылып кетпес үшін мен не істеуім керек деген сұраққа мысалы көп адамдар жауап бере алмайды. Оны адамдар мінезге санайды да. Ой, менің мінезім, өзім сондай ренжігіш адаммын, өзім бір сондай тревожный адаммын, өзім бір мен уайымшыл адаммын дейді. Бұл жағдай мінез емес. Бұл жаңағы стресспен күресудің жолын білмегендіктен және оның осы уайымшылдықтың, тревожностьтің пайда болуында өзінің себебі бар да. Ол тағы да біздің ішкі органдағы гормондардың дисбалансы бұзылған кезде дамитын жағдай. Сондықтан біз айтамыз ғой жаңағы Горбатова только могила исправить дейміз. Қазір ол сөзбен мен келіспеймін, мінезді өзгертуге болады. Өте тамаша. Енді осы бір тақырыптың төңірегінде байқап жатсаңыздар, жалпы біздің негізгі бастау алатын дүние ол дұрыс тамақтанбаудан шығып тұр ғой енді. Шыны керек, қазір ата-аналар болсын, кез келген жастағы балаларына кез келген тамақтың түрін береді. Олар бір жыласа болды, жылағаннан кейін кез келген кола болсын, чипсы болсын, телефон болсын, барлығын беріп жатыр. Енді осы жерде ата-аналардың құлағына алтын сырға болады деп ойлаймын. Балаларыңыздың болашақта ауырғанын қаламасаңыздар, дені сау болғанын қаласаңыздар, қазірден бастап өзіңіз де, балаңыз да дұрыс тамақтануға басты назар аударғандарыңыз жөн. Себебі барлық ауру ол осы тамақтан келіп жатыр. Енді көбісі халыққа айтамыз ғой, салауатты өмір салтын ұстан десең, ол салауатты өмір салтын ұстанудың не екенін біледі негізінде барлығы да. Бірақ енді өздерін те алмайды, немесе қазіргі рекламаның бір құрбаны болып жатқандай ма, солай бір елестетеміз енді. Жақсы. Енді біз инсульт тақырыбында қозғалған кезде, осы бастапқы кезде айтқан кезде айттыңыз ғой, осындай бір жақтың істемей қалуы деп. Соны бір нақты келтіріп кетсеңіз, нақты осындай белгілер тағы да бір анықтап кетейікші осы жерде. Қандай белгілер бар нақты? Жалпы инсульттің белгілерін біздер екі топқа бөлеміз. Бұл біздерде жалпы миялық белгілер және ошақтық белгілер деп болып бөлінеді. Жалпы миялық белгілер дегеніміз бұл адамда бас ауырады, бас айналады, санасын жоғалтуы мүмкін, жүрек айниды, құсқысы келеді. Ал енді ошақтық белгілерге жатқызатын болсақ, онда неврологиялық кәдімгі ошақтық белгілермен көрінеді. Ол мысалы бір жақ қол аяқтың да жасамай қалуы, немесе әлсізденуі, немесе оның ұюы, күшінің азаюы деп айтамыз. Сөйлеген кезде тілінің күрметілуі, тамақ ішкен кезде көбінесе мына суды жұтқан кезде судың өзіне шашалып жатады адам, Міне осындай жағдай, ол кезде айтады, мен түсінбей қалдым, осыған дейін жақсы тамақ ішетін, ешқандай шашалу болмайтын сияқты. Бүгін даже мына қарапайым судың өзіне шашалып отырмын дейді. Бұл да неврологиялық симптомдардың бір түріне жатады, қарапайым жаңағы белгі болғанмен де. Одан кейін біздерде тағы ошақтық симптомдарға көздің көруінің бұзылысы. Көзінде мысалы заттар екі еселеніп көрінеді, немесе көздің жаңағы көруінің төмендеуі, астрата зрение дейміз, мысалы заттар уже бұлдырлап көріне бастайды. Одан кейін жаңағы қол аяғында бір электр тогы өткен сияқты, немесе құмырсқа жыбырлаған сияқты осындай белгілермен байқалатын болса, бұл бізде неврологиялық симптомдар дейміз. Бірақ енді неврологиялық басқа ауруларда да осы симптомдардың барлығы жүреді. Бірақ бұл жерде инсульттен ажыратудың басты мақсаты қандай уақыттың ішінде бұл белгілер пайда болды. Егер өте жедел уақытта пайда болса, біздер бірінші орында күмәнданатын инсульт болады. Себебі инсульт өте жедел дамитын патология. Егер біз дер кезінде көмек көрсетпейтін болсақ, және инсульттің арт жағында дамитын асқынулардың алдын алмайтын болсақ, біз пациентті жоғалтуымыз мүмкін. Осы сіздің бір лекцияңыздан тыңдап қалғанымыз бар. Сіз айтқан боласыз, осы енді біз білеміз, бір бет жағы бұзылады, қисаяды. Сол кезде сіз айттыңыз, жоғарғы бет бөлшегінде пайда болатын болса, ол скорее всего инсульт емес деген сияқты. Соны қалай түсіндіріп кетсек болады пациенттерге? Енді бұл жерде негізінде пациенттерге жалпы бұл беттің қисаюына байланысты ақпарат қажет емес деп санаймын. Себебі
пациент бірінші орында самодиагностикамен айналыспағаны жөн. Егер де жоғарыда айтылған белгілерді байқаса, дереу жедел жәрдем шақырғаны дұрыс. Ал енді сіз қойылған сұрақ көбінесе мына медицинада оқитын студенттерге, неврология қызықтыратын студенттерге, немесе жас маман дәрігерлерге жаңағы маңызды болып саналады. Себебі ондай жағдайлар өте жиі кездеседі. Мысалы, приемный покойға ана қандағаштан, хромтаудан, скорыймен жаңа пациенттің жаңағы қорқынышын тудырып, ойбай сенде инсульт болып қалды, тездетіп жаңағы облыс орталығына жетуіміз керек, инсультный центрға барып жатуымыз керек деп пациентті детектетіп, не болмаса қолына направлениесін беріп, бүгін қалай да жет деп жіберген уақытта ол жаңағы дамыған белгіге қарап, ол инсульт емес, қарапайым амбулаторлы поликлиникада емделетін ауру болып саналады. Енді сондықтан бұл жерде егер жас мамандарға, жас дәрігерлерге, студенттерге түсіндіретін болсам, ол беттің қисаюы дейді, асимметриясы. Бұл асимметрияны пациент егер айнаға қараса, өзі байқауы мүмкін. Көбінесе пациенттер айтады, жаңағы үйдегілер айтады, бір бетің қисайып кетті ғой деп айтады дейді. Оны өздері тексергенде қалай тексереді? Яғни екі қабағын көтереді. Егер бір қабағы қозғалып, екінші қабағы қозғалмаса, бұл беттегі асимметрияның белгісі. Одан кейін екі көзін қатты жұмады. Сол кезде бір көзі жақсы жұмылады да, екінші көзі әлсіз жұмылса, не болмаса жартылай жұмылатын болса, бұл да инсульттің белгісі. Одан кейін жаңағы тісін көрсет, көл деген кезде мына носогубная складка дейміз, соның бір жағы просто былай жазылып кететін болса, яғни мынадай складка жоқ, ол да жаңағы асимметрияның белгісі. Және ерінің төменгі бұрышы түсіп кетеді. Тамақ ішкен кезде сұйық бөліктің бәрі тамақтың осы жақтан жаңағы ерінің бұрышы түскен жағынан ағады, және ұстаған кезде бетте сезімталдық төмендейді, мимикасы. Айтады, мен бетімді сезбей отырмын деп қайта-қайта өздері осылай шымшылап отырады. Міне осы жағдайда егер қабақтан бастап, қабақ, көз, мына ерін, мұрын сызығы, носогубная складка, ерінің бұрышы барлығы осылай қатарынан зақымдалатын болса, онда ол перифериялық, яғни бет нервісінің невриті деп санаймыз. Яғни бұл инсульттің белгісіне жатпайды. Ал егер екі қабағы көтеріліп тұр, көзі қалыпты жағдайда жұмылып тұр, бірақ мына носогубная складкамен тек қана ерінің төменгі бұрышы ғана бұзылған болса, асимметрия осы тек 1/4 бөлікте орналасса, бұл бізде инсульттің белгісі болып саналады. Хорошо, рахмет. Енді қараңыз, науқас делік бір бөлшегі істемей қалды. Ол қанша уақытқа созылады? Так, түсінікті. Яғни неврологиялық симптом қанша уақытқа созылады деп айтыңыз деп тұр. Мысалы, енді пациент, мысалы мен отырмын, просто аяғым істемей қалды. Мен ойлауым мүмкін, аяғым үйіп қалды. Пациенттерді, басқа пациенттерді солай ойлауым мүмкін, бірден инсульт деген келмейді ғой, қарапайым халыққа деген ғой. Сол қанша уақыт, мысалы, жазған 15 минутта тарап кетеді деген сияқты. Жақсы, түсінікті. Бұл кезде сұрақ аяқ пен қолдың ұюында инсультке тән белгі бір жақ бөлік, бір жақ, мысалы, оң қол, аяқ қатар қимыл қозғалысы бұзылады, күші азаяды. Не болмаса, сол қол мен аяқтың қимыл қозғалысы немесе күші азаяды. Міне осындай симптом кезінде ғана біздер жаңағы инсульттің белгісі. Не болмаса, жаңа фаст тест деген болады, науқас өзіне осы тестті қолданса болады. Яғни фаст деген, фейс деген жаңа бет, асимметрия, беттегі, бірақ асимметрия ол ерінің төменгі бұрышына байланысты. Екінші қол, армс дейді, яғни пациент осылай қолын жоғарыға көтерген кезде бір жақ қолы өздігінен бірнеше секундтың ішінде жайлап әлсіз төмен түсе берсе, не болмаса заттарды ұстаған кезде қолдағы заттарын түсіріп алса, мысалы бутылканың қақпағын аша алмайтын болса, ол қолындағы әлсіздікті сезеді ғой. Осындай жағдай. Тап осы жаңағы позаны, пробаны аяққа да көтеріп, бір аяғы өзінен әлсіз болып түсіп кетсе, онда біз жаңағы айтамыз, проба бары деп айтамыз, ол оңманды деп айтамыз. Одан кейін мына реч дейміз, немесе сөйлеу. Сөйлеген кезде айтады, біртүрлі тілі күрметіліп тұр. Ол мүмкін өзі сезілмеуі де мүмкін, бірақ қарсы жаңағы тыңдап отырған адам оған айтады, сенің сөзің түсініксіз болып тұр. Яғни пациентте мынадай жағдай болады да, аузына тамақ салып алған сияқты, ол тамақты жұтпай, сол аузы толып тұрған тамақпен сөйлеп тұрады. Оны каша во рту дейміз, сол кезде сөздер түсініксіз шығады ғой. Міне осындай жағдай болатын болса, осы белгілердің бәрі инсульттің белгісі болып саналады. Бұл белгінің біздер кететін шығар, ұйықтап тұрайын, шаршаған шығарым, түнде дұрыс ұйықтамап едім деген көп пациентте дер кезінде патогенетикалық емді алуға кеш болатын, кедергі болатын, және оның соңы инвалидтікке әкелетін жағдайдың бірі біздің пациенттер өздерінің денсаулықтарын өте салғырт қарайды. Міне осындайда қандай да бір жағдай болса, даже былай деп айтады да, олар басым қатты ауырды дейді. Ары қарай не істедіңіз десем,
жата тұрайыншы деп ойладым. Кішкентай жатып ұйықтап тұрсам кететін шығар. Дәрі ішсем. Иә, дәрі ішсем. Сондықтан бұл жерде самодиагностика, самолечение, ұйықтап тұрайын деген нәрсенің бәрін ысырып қоюымыз керек. Көп болса инсульт демесе, бұл қуанышты хабар ғой. Иә, үйіңізге қайтарып жібереді, ол жерде алып қалмайды, сізді бәрібір инсультный центрға келдің ғой, енді жата ғой деген сияқты. Сондықтан бәрібір үйіне қайтады. Бірақ дер кезінде патогенетикалық емге үлгеру үшін, мен қазір соңғы жағында түсіндіріп айтармын, иә, патогенетикалық емге қай уақыттың арасында үлгеру керек. Осындай жайсыз жағдайларды анықтаса пациент өзіне дереу жедел жәрдем шақыра қойсын. Иә, сіздер барынша түсіндіңіз деп ойлаймын. Біздің Хазекең деп айтады ғой, енді қашан өледі, сол кезде қаралады. Ондай жағдайда әрине кеш болады. Себебі неге? Сіз бір үйдің асыраушысы болуыңыз мүмкін, ертең артыңызда 4 балаңыз, 3 балаңыз сізге қарап қалады, егер сіз инвалид болып қалған жағдайда. Сондықтан да түн болсын, таңертең болсын, қандай жағдайда да осындай белгілерді өзіңізден байқап жатсаңыз, онда көп болса көп, бір жарты, бір сағатыңыз кетеді, бірақ өмір бақилық 3-4 жылдап уақытыңыз кетпейтін болады. Сондықтан да дер кезінде дәрігерге барып қаралғандарыңыз дұрыс деп айтар едім. Пациент осы белгілерді өзінен байқаған кезде үй жағдайында бір алғашқы көмек көрсете алады ма? Так, бұл жерде пациент өз жаңағы белгілерді осы үй жағдайында байқаған кезде ешқандай да алғашқы көмек көрсетілмейді. Бұл жерде пациент егер мүмкіншілігі болса, егер үй жағдайында қасында тума туысқандары жаңағы жанұясынан адамдар болатын болса, мүмкіндігінше пациенттің қан қысымы өлшегені дұрыс. Себебі өте қатты жоғары қан қысымы болатын болса, онда таблеткасын береді, не болмаса дереу жедел жәрдем шақырып күту керек. Бірақ қандай жағдайда да бірінші орында жедел жәрдем шақырылу керек. Себебі мен қазір давлениені төмендетсем, бұл белгілер мүмкін кетіп қалар деген жағдай болмайды. Жақсы. Енді қазір біз басқа ақпараттың деңгейіне өтетін боламыз. Бұл деңгей енді пациенттерге арналған емес. Бізді көріп отырған жалпы дәрігерлер де бар, ВОП врачтар да бар, жас мамандар да бар. Енді осы бір жағдайда жас мамандарға кішкене бір ақпарат беріп кетсеңіз. Осы енді ВОП дәрігерлер бұл жағдайда қандай ем тағайындау керек? Бұл жағдайда ВОП дәрігерлер инсультті емдемейді. Біріншіден себебі инсульт неврологиялық патология болып саналады. Сондықтан ол жедел ми қан айналымының бұзылысы саналғандықтан арнайы инсульт орталығында емделу қажет. Ал егер ВОП дәрігерлері бұған қатысты қандай шара қолданады деген кезде, инсульттан кейін инсульттің себебі анықталатын болса, келесі инсультті болдырмас үшін, яғни бірінші инсультті науқас басынан кешірді, инсульт орталығындағы невролог дәрігерлер инсульттің себебін анықтап берді, ары қарай дәрігер неврологтың учаскелік немесе ВОП дәрігердің бақылауына жіберді, сол кезде оларда жасалатын, яғни поликлиника деңгейінде жасалатын жұмыс келесі екінші инсульттің профилактикалық жұмыстарымен айналысу. Егер пациентте бұл инсульттің себебі жоғары қан қысымы нәтижесінде болған болса, онда пациенттің алып жүрген жоғары қан қысымынан алып жүрген емі адекватты емес. Сондықтан ол кардиолог дәрігерге барып, мүмкін таблеткалерін ауыстыра ма, енді қандай жағдайлар оны кардиологтың өзі шешеді. Неге алынған емге қарамастан, яғни от давления препарат ішеді, бірақ давлениесі нестабильный, көтеріліп кете береді. Яғни бұл не деген сөз? Яғни препараттың дозасы, индивидуальный дозасы пациентке келмейді деген сөз. Ол әлі индивидуальный дозаны таппады деген сөз. Сондықтан бұл жерде наращивание дозымен, яғни дозаны көтерумен, не болмаса басқа қан қысымын төмендетуші препараттарға алмастырады. Ал екінші жағдай себеп, егерде инсульт себебі тамырлардың қуысында атеросклероздық бляшкілер болатын болса, бұл жағдайда енді терапевт дәрігер айналысады, себебі атерогенді процестерді азайту, холестеринді қандағы төмендету мақсатында жұмыс жасайды. Ал егер пациентте инсульттің себебі жүректегі ауруларға болатын болса, көбінесе жүректің аурулары бол. Мерцательная аритмия, фибрилляция, бұрын басынан кешірген инфаркт миокарда, не осындай жағдайлар болатын болса, онда пациент осы қанды сұйылтатын дәрілер ішетін болса, онда міндетті түрде ол қанның сұйылтуы барысында УЗИ сердца жасап тұру керек. Себебі бұл УЗИ сердцада біз нені анықтаймыз? Жүректің қуысында қауіпті кез келген уақытта мидың қан тамырына ұшып кетуге мүмкіншілігі бар тромбтар бар ма, соны анықтап отырамыз. Міне осы жағдайда, яғни профилактикалық жағдайлармен айналысқан кезде ВОП деңгейде, онда пациентте екінші рет қайталап инсульт алу қаупі азаяды. Жақсы, рахмет. Енді мана сіз екі түрін ажыратып кеткен болатынсыз. Ишемиялық дедіңіз және геморрагиялық дедіңіз. Осы екеуінің қайсы пациенттер үшін қауіптірек?
Енді бұл жағдайда енді қан келмей қалды, қарапайым сөзбен айтқан кезде ишемиялықта миға қан бармай қалды. Екінші жағдайда қан керісінше тамыр жарылып қан құйылды. Бұл жағдайдың екеуін салыстырған кезде әрине екеуі де жақсы жағдай емес болып саналады. Ол өмірге өте қауіпті жағдай, себебі бас миы біз жаңағы айтып кеткендей бүкіл органдардың ішінде дирижер сияқты мүше ғой. Сондықтан бас миы істен шығатын болса, онда қалған мүшелерге де өмір сүру жаңағы жағдайы болып тұрған жоқ. Сондықтан қан құйылу мен жаңағы қанның керісінше болмай қалуын ишемиялық инсультті салыстырған кезде ауырырақ өтетіні және мүмкін летальдық жағдай даму жиілігі жоғары бұл геморрагиялық инсульт болып табылады. Себебі геморрагиялық инсульттің бұл жерде қан қаншалықты мөлшерде құйылды. Көп қан құйылды ма, немесе ірі қан тамыры жарылды да көп қан ағып кетті ме, не болмаса ұсақ қан тамыры жарылып құйылған қанның мөлшері аз ба, осыған байланысты. Осы жағдайда ең қауіптісі үлкен тамыр жарылып көп қан кетіп, және ол қан мидағы қарыншаларға құйылатын болса, онда бізде тампонада, желудочков деген жағдай бар, инфаркт миокарда сияқты өте кенеттен аяқ астынан өлім жағдайы дамиды. Сондықтан бұл геморрагиялық инсульттің өзінің дамуында да ерекшелігі бар. Пациент қолым үйіді, аяғым үйіді, бетім қисайып кетті деп отырмайды. Біріншіден олар өте қатты бас ауырғандыққа шағымданады да бірден санасын жоғалтады. Сондықтан бұл геморрагиялық инсульттің белгісі. Бұл кезде да енді однозначно бірден дәрігердің көмегіне жүгінуге тура келеді. Егер пациент санасын жоғалтса, пациенттің санасын жоғалту деген сөз не? Пациент ұйықтап жатқан сияқты болады, бірақ сіздің шақыртуыңызға, сіз түртіп оятқаныңызға, атын атағанға сұрақ қойсаңыз ешқандай жауап бермейді. Оятқанға ол ұйықтап жатыр деп оятсаңыз ол тұрмайды. Міне осы жағдайларда айтамыз, пациенттің санасы жоқ, тежелген деп айтамыз. Осы жағдайда менің бір есіме мынандай бір жағдай түсіп отыр. 2012 жыл менің атам осы инсульттан қайтқан болатын. Шыны керек, енді үйдегілер білмеген, басым ауырды деген, кемпіріне шай әкел деген, сонымен уақытты созып алған. Скорый келген кезде скорыйлар айтқан, енді бұл сізде геморрагиялық, мүмкін басқа жағдай болғанда пациентті алып қалу мүмкіндігі болар ма еді деген сияқты. Сондықтан да адамның кетіп қалуы аяқ асты болғандықтан бірден шешім қабылдап, бірден скорыйды шақырғандарыңыз жөн болады. Енді осы инсульт алғаннан кейін оңалту қалай жүргізілу керек? Жалпы пациент қалпына келеді ма? Енді бұл жағдайда инсульттің ошағына байланысты болады. Енді инсульт дегеніміз ол қандай геморрагиялық болсын, ол ишемиялық болсын, мидың зақымдалған бөлігінің диаметрі кішкентай ма, үлкен ба, соған байланысты. Мен сондықтан ол диаметр егер кішкентай болса, ол организмге тигізетін неврологиялық жаңағы зардабы дейміз, не болмаса неврологиялық дефицит деп айтамыз, ол незначительный болады. Ал егер жаңағы инсульттың ошағы үлкен болатын болса, онда ол мүмкін өте ауыр неврологиялық белгілермен, соның нәтижесінде ол пациент бір аяқ қолы мысалы жасамайды, көтерілмейді. Яғни ол жасамайтын қол аяғын өзі екінші қолмен көтеріп қозғауы мүмкін. Өздігінен қозға десеңіз қозғай алмайды. Осындай жағдайда пациентте енді инвалидность тағайындалады ғой. Бірақ қандай дегенмен де біздер бұл жағдайда мидың жаңағы зеркальный функция деген болады. Мысалы мидың бір бөлігі зақымдалған кезде сол зақымдалған бөлікті мидың келесі бетіндегі участок өзінің қызметін қоса атқаруға тырысады, жаңағы бұзылған участоктың қызметін. Міне осы мидың, ол бізде мидың пластичность мозга деп аталады. Мысалы ол медицинада былай да түсіндіруге болады. Мысалы пациентте бір бүйрек жасамайды. Бір бүйрегі жасамаған кезде оны біз алып тастайтын болсақ, пациент бір бүйрекпен өмір сүре алады. Сонда ана жоқ бүйректің қызметін кім атқарады деген кезде жаңағы жалғыз қалған бүйрек өзінің функциясында, жоқ бүйректің функциясында бәрін өзіне қосып алып, ауыр, конечно. Ол екі бүйректің қызметін атқару мысалы ауыр. Сол тәрізді мида да осындай компенсаторный реакция дамиды. Бірақ енді ол біріншіден айтамын, жаңағы мидың ошағының жаңағы үлкен кішкентігіне байланысты, бірақ дегенмен де жаңағы үмітсіз шайтан деп айтамыз. Сондықтан инсульттан кейін реабилитацияға біз 2 жыл береміз. 2 жыл уақыт береміз. Алғашқы жаңағы ранний восстановительный, яғни ерте қалпына келу кезеңі сол инсульт болған күннен бастап
жарты жылдың ішінде жүргізілу керек. Бізде қазақта айтады ғой, темірді қызған кезде соқ дейді, иә. Вот сол сияқты инсульт болғаннан кейін оны жаңа пайда болған неврологиялық белгілерді тез жаңа пластичность мозга арқылы қалпына келтіру үшін сол ертерек реабилитациялық жаңағы іс-шараны бастаған кезде қалпына келу мүмкіншілігі жоғары болады. Ал кейде пациенттер былай, мысалы енді түсінікті, инсульттан кейін бір қол аяғы жұмыс жасамайды. Бұндай жағдайда мысалы өздігінен тамақ іше алмайды, егер ол оң қолы болатын болса. Бұндай жағдай ойлап көріңіз, қарапайым адамға қандай стресс дамытады. Оның бірінші ойына келетіні, мен біреуге тәуелді болып қалдым. Мені енді кім тамақтандырады, мені туалетке кім апарады, менің күтімім қалай болады. Ең бірінші ойына келетін осы жағдай, сол кезде пациентте алғашқы күндері депрессия дамиды. Міне осы депрессияның фонында пациент барлығынан бас тартады. Маған ешнәрсе керек емес, мен реабилитацияға бармаймын, мен бүйтіп жатқанша өлгенім артық, тағы деген сияқты. Сондықтан бірінші күннен бастап бізде стационарда мультидисциплинарный команда деген жұмыс жасайды. Сол командада бізде арнайы психологтар жұмыс жасайды. Яғни бұл жерде пациентті постинсультный депрессияның алдын алып, реабилитацияға деген жаңағы не деп айтсақ болады, құлшынысын арттыру керек болады. Бірақ біз айтамыз пациентке, сізде 2 жыл уақыт бар, сізге портал бойынша бесплатно, ақысыз 2 жылдың ішінде бірнеше рет сіз реабилитацияға жатуға құқыңыз бар деген кезде көбі жаңағы 1 жылдан кейін барып жатады, немесе 2 жыл жақындағанда барып жатады. Бірақ егер реабилитацияны неғұрлым ертерек жарты жылдың ішінде бірнеше реабилитация өтсе, онда бұзылған функцияны қалпына келтіру мүмкіншілігі жоғары. Ал неғұрлым біздер инсульттің болған күннен алыстай берсек, сол кезде ғана барып біз қимылдайтын болсақ, онда бізде пайда болған ошақтың жаңа компенсаторлық мүмкіншілігі азая береді. Енді бұл жерде ауырған пациентке әрине қиын. Бұл жерде міндетті түрде дәрігерлердің көмегі алғашқы, одан соң өзінің жақын туысқандарының бір көмегі, психологиядан көмегі өте маңызды деп ойлаймын. Себебі оны алып келу керек, больницаға алып кету керек, машина керек. Оның барлығы әрине материалдық жағдайға келіп тірелуі мүмкін. Дегенмен де сіздің әрине жас болсын, кәрі болсын, адамның өмірі бірінші орында тұрғаннан кейін ең басы осылай бір жақыныңыз инсульт алып жатса, ол адамға осы бастапқы 6 айда, осы бастапқы 1 жылда барынша күш салып, сол адамның аяққа тұрып кетуіне көмектесе алу керек. Мүмкін ол ондай жағдайларды жасаса өзі тамақ жей алатын болуы мүмкін, өзі жайлап қозғала алатын болуы мүмкін, ал оны артқа қалдырған сайын оның бір жарасы ауыр болғалы тұр екен. Енді осы инсульт деген кезде біз ойлаймыз, бір-ақ рет болады шығар деп. Бірақ пациенттер айтып жүрді, мен 3 рет инсульт алдым, мен 2 рет инсульт алдым деп. Сонда ол қаншалықты жиі қайталануы, неге байланысты? Пациентте енді қазіргі таңда стационарда кездесіп жүрген инсультный бөлімге түсіп жатқан науқастарды қараған кезде біз уже көзі таныс науқасқа айналды. Мына науқас, мынау фамилиясы, ол мына жылы жатып кетті. Біз яғни пациентті фамилиясы мен бетімен танитын деңгейге жеттік. Себебі бір пациент инсультті орталығына уже 3-ші, 4-ші түсіп жатыр. Сол кезде бізде сұрақ туады, неге пациентте 3-ші, 4-ші инсульт дамып жатыр? Бұл жағдайда егер бірінші инсульт кезінде ол инсульттің себебі анықталмаса, және инсульт болғаннан кейін, үйіне шыққаннан кейін сол себеппен жұмыс жасамаса, онда 3-ші, 4-ші, 2-ші инсульттар бола береді. Яғни біз себепті жұраған жоқпыз ғой. Сондықтан инсульт бола береді. Бірақ енді бұл жағдайда жаңағы Алла 3 рет қайғы жібердім деген сияқты да, соңғы қандай инсультқа дейін барады, және ол инсульт бірден өлімге алып келеді, яғни қайтадан аман қалудың мүмкіншілігі жоқ, бізге белгісіз. Сондықтан инсульт қойылған кезде диагнозда қасында себебін көрсетеміз. Сол себеппен бірінші орында жұмыс жасау керек. Әрине, бұл жерде қарап тұрғандарыңыздай тағы да дәрігердің жауапкершілігі және пациенттің жауапкершілігі. Өзіңіздің денсаулығыңыз керек болса, енді жүгіре бермей, енді ақшаны табу үшін жүгіріп жатыр ғой, бадыр. Дегенмен де бұл жерде денсаулық бірінші орында. Егер сіз болмасаңыз, сіздің деніңіз сау болмаса, онда ақша тапқаның бір тиын деген сөз ғой. Сонда енді бүгінгі тақырыпты барынша аша алдық деген ойдамыз. Енді бұл өте бір маңызды тақырып, Сіздер қазір көп жиі кездесетін аурулар болып жатқаннан кейін бүгін бір өте пайдалы ақпарат болды деп ойлаймын халыққа. Енді бір осы подкастымыздың соңында бір халыққа бірнеше ауызбен жеткізсеңіз осы аурудың деңгейін, адамдар
айтасың адамдарға, бірақ олар түсінбей жатады да, бір маңыздылығын түсінбегендіктен мүмкін бұл ауру жыл санап артып келе жатқан шығар. Бұл жағдайда бірінші орында инсульттің болғанынан боларсы қызық дегенде профилактикалық жұмыспен айналысу керек. Сондықтан бұл жерде пациент кім кінәлі деген сұраққа жауап іздену керек. Қазіргі таңда әрине пациент немесе қарапайым халық деп айтайық, тұрғын халық көп жағдайда дәрігерге сенеді. Бүкіл денсаулықты дәрігердің өзінің денсаулығына үшін жауапкершілікті дәрігердің мойнына іліп тастаған. Сонда оларда мынадай ой келеді, бізге енді дәрігер болғаннан кейін ойлаймыз ғой, вы должны деген сияқты солар сөйлейді да. Бірінші орында, егер қандай да ол инсульт болмасын, ол жүректің ауруы болмасын, ол басқа мүшенің ауруы болмасын, егер сіз деніңіз сау, жаңағы алжымай, өзіңіз жүріп тұрып, төсек тартып жатпай, біреуге масыл болмай, есіңіз өз орнында, әдемі қартайғыңыз келетін болса, жас кезден денсаулыққа деген жауапкершілікті бірінші өзіңіз алуыңыз керек та. Медицинада қазір емнің бәрі тек қана симптоматикалық. Яғни бұл мен айтқым келіп отырған созылмалы патологияда. Әрине жедел патологияда, который жедел операцияны талап ететін жағдай бар, мысалы жедел перитонит, жедел перитонитте, конечно, операция жасау керек, жедел жағдай. Инфаркт миокарда жедел жағдай, ол жағдайда да мысалы жедел көмек керек, медицина осындай жағдайларда керек. Ал егер созылмалы ауру, сізде сахарный диабет, сізде жаңағы жоғары қан қысымы, сізде ожирение, сізде жаңағы тамырларыңыз бітеліп қалған, бұл жаңағы айтқандай 5-10 жылдың шаруасы емес, кеше бүгін пайда болған, ол неше жылдан бері пайда болған жағдай. Сондықтан осы жағдай кезіндегі жауапкершілікті егер адам мен өз денсаулығыма өзім жауапкершілігім бар, мен аламын және өзім жауаптымын деген осознанность пайда болса, және осы осознанность бойынша егер болса, онда ол дәрігерден мені емде демейді, маған рекомендация беріңіз дейді. Біздегі және пациенттерде кездесетін көп жағдай, ол ауырып келіп отырсын, ол профилактикалық жағдайда келіп отырсын, дәрігер рекомендацияны береді, бір бет қалып рекомендация жазып береміз ба? Пациент бірақ оның ешқайсысын орындамайды. Енді қарапайым су іш десең де сен дым білмейсің де жатады ғой, сол сияқты ғой сіздің айтып отқаныңыз. Шыны керек, бұл жерде тек қана енді дәрігердің пациент өмірінде атқаратын бір проценті аз ғана ғой көрсеткіш. Қалған жағы ол пациенттің өз қолында. Біз айтамыз енді қарапайым грипп болған өзіне су іш десең, кейбір жағдай қазір трендтер шығып жатыр ғой, сен дым білмейсің деген сияқты. Сондықтан да сіздерге айтарымыз осы сөздің соңында, ең басты бұл ауру белгілі бір дүниелерден келіп шығады. Сіздің дұрыс тамақтануы, жаңағы дұрыс өмір салты деген сияқты. Сіз өзіңіздің денсаулығыңыздың мықты болғанын қаласаңыз, барынша өзіңізді күтіңіз, барынша салауатты өмір салтын ұстаныңыз. Басты өміріңіз өз қолыңызда, сондықтан да барынша сақтаныңыз, күтініңіз. Ал қандай да бір көмек керек болса, әрине біздің мықты дәрігерлеріміз бар. Дәрігерлер сіздерге қашанда жауап беруге дайын. Егер де сізде қандай да бір асқыну пайда болған болса, осындай бір инсультпен ауырған болсаңыз, біз астына осы дәрігердің инстаграмын, өзінің парақшаларын белгілеп кететін боламыз. Әрине сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болады. Бүгін бізге қонақ болып келгеніңізге сізге үлкен алғыс айтамыз. Барынша халыққа және болашақ дәрігерлерге өте бір пайдалы болды деген ниеттеміз. Сау болыңыздар, келесі кездескенше.